Бұл өмірде ең маңыздысы адам өз-өзіне тірек бола білу керек. Яғни ол адам белгілі бір қиын жағдайға жолыққан кезде өзін қолдай алатындай, іштей қорғай алатындай бір ақпараттық құрылым болу керек адамның ішінде. Ол қалай құралады десеңіз, ол бала кішкентай кезде оған қоршаған ортадағы адамдар, яғни үлкендер, ата-аналар қандай жылы сөздер айтса, сол оған қорғаныш тірек болады. Өздеріңіз байқағандарыңыздай, егер де кішкентай кезде балаға ондай жылы сөзді айтпаған болатын болса, керісінше даттап, жамандап, қанатын қиятын болса, онда баланың ішкі тірегі де болмайды. Болмайды дегенде мүлдем болмайды деген сөз емес. Адам қалағандай тірек болмау мүмкін. Бірақ кез келген адам өзіне қандай қолдау қажет, соны өзіне өзі көрсете алады. Яғни ол үшін белгілі бір деңгейге дейін адамның психикасы жаттығуы керек. Адамның өзін өзі қолдай білуі де ол да белгілі бір деңгейде дағды. Ағылшынша айтқанда скилл дейді ғой, навык дейді орысша. Яғни оны қайта-қайта жаттығу арқылы белгілі бір деңгейге жеткізіп дағдыға айналдыруға болады. Бұл жердегі ең басты мәселе ол адамның ниеті. Егер де жүректің түбінде адам өзіне өзі жақсылық тілейтін болса, ол міндетті түрде өзіне қолдау көрсетудің жолын табады, амалын табады. Сондықтан да ең бастысы адам өзіне өзі дос бола білу керек. Осы күнге дейін өзіңізге қас болып келсеңіз, еш нәрсе етпейді. Ең бастысы ниетіңіз дұрыс болса, сіз барлығын өзгерте аласыз. Сіз өміріңізді өзгерте аласыз. Сіз қалағаныңызша бақытты өмір сүре аласыз. Ең бастысы өзіңіздің бақытқа лайықты екеніңізді түсініңіз, ұғыңыз, жан дүниеңізбен сезініңіз. Сіз шын мәнісінде бақытты болуға лайықтысыз.